Мен Гүлзия Жұмағұлқызы, Қазақстан азаматымын. Осы кезде біз Қазақстанда Күршатов қаласында тұрып жатырмыз. Менің арызданып отырған себебім мына кісі Қайрат жұбайым болады. Осы кісіні іздеп отырмын. Қытай Республикасы Тарабати аймағы Тол ауданында дүниеге келген. 30 жыл сол жерде жұмыс жасаған жазушы, ақын, сол жақтан пенсияға шыққан. 2008 жылы семьясын екі елдің өзі келісімі бойынша семьясын көшіріп алып келген Қазақстанға. 10 жыл болды міне. Біздің осы Қайраттан басқамыздың бәрі осы Қазақстан азаматымыз. 10 неше немересі бар, 3 ұл, 3 келініміз бар, жиын 17-18 адам әзір Қайратты тосып отырмыз. Бұл кісіге міне 1 жыл болды, 1 жылдан асты. Қазір былтыр 2018 жылы 1 айдың 4 күні өз Қытайдан шақыртып әкеткен. Сол бойынша міне күні бүгінге дейін келе алмай отыр. Үй қамақта отыр, жібермей жатыр. Сондықтан мен қазір осы кісіні іздеп отырмын. Бұл кісі әзір кеткенде сап-сау кеткен. Іш жерінде ешқандай ауру жоқ болған. Қазір енді бұл кісі ерекше ауру болып, ең жоғары қан басым, ең жүрек қысымы ең жоғары болып, қазір қайта-қайта больницаға жатып осындай күй-жайы төмен болып тұр. Сондықтан мен қоймай арызданғалы отырмын. Бұның алдында да неше арызданғам, енді осыдан кейін 2 күнде, 5 күнде бір арызданып осы кісіге. Бүтін біздің Қазақстан Нұрсұлтан Назарбаеваға, сыртқы істерге, әлемдік адам құқық қорғау ұйымына, түгел еуропалық кісі құқық орындарына, бәрдеріне арызданайын деп отырмын. Өйткені мына кісі енді ақын жазушы еді. Қазір міне сөзді дұрыс сөйлей алмай отыр бізге телефоннан. Бұл енді тегінде мынандай жұмыс жасаған Қытайда. Өзі құрастырған 18 кітап құрастырып шыққан. Одан кейін міне тілшілік кінашқасы бар. Міне жерде міне Шинжаң Зожашы оқиды. Шинжаң өзінің неменесін жіберген, өзінің Қытайдың өзінің берген немесі бар. Мына жерде енді Ұйғыр автономиялы райондық жазушылар қоғамының мүшесі деген мына жерде де міне осы кісінің. Міне жерде міне ерікті тілші деген кінашқасы да бар. Тегінде осының бәрі сол жақсы үздік деп істеп, Қытайда міне мұншама еңбектері сіңіп, осыншама сыйлық алынған адам. Мұнша кітаптардың міне жерде енді айта кететін, мынау 20-шы ғасырлық неменесіне бұл үстінде неменесі енген, еңбегі ішіне еніп сіңген міне. Соның бәрін келе отырып, мұнша журналдардың ішінде түгел мына секілді өзінің рәсімдері басылып, түгел еңбектері сіңілген деп еңбек көрсеткен, еңбек істеметкен адам болатын. Қазір енді бұл Қытайлардың бұл кісіні жібермей жатқан себебі сол миын құртуы бұл кісінің. Бүтін балаларынан бөліп, қазір енді 16-17 ұрпақ осы жерде бүтін іздеп отыр. Сондықтан да жалпы беттік өзіміздің елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев ағаға, ішкі істерге, сыртқы істерге, Нұр Отанға, адам құқығын қорғау ұйымдарға, соның бәріне мен шығып осындай арыз білдіріп жатырмын. Түгел құтқарып, бәрі осы құтқарыңыздар. Біздің отбасымызда балалардың әкесін, мен жұбайымды әкеп беруге сіздерден сұраймын. Бұл кісіні енді осындай жанның тірісінде сөз жоқ, алып келуіміз керек болып тұр. Bir күні жығылып жоқ болса не боламыз? Қазір сөзді сөйлей алмай қалды. Сап-сау кеткен адам Қытайдың кесірінен осынша еңбегін көріп тұрып, себебі сол балаларын осы жерге әкеп өсіріп өлтіріп жатыр деген себеппенен жібермей қамауын ұстап отыр. Шекараға барып бір құсып келейік десек, оның бетін шаушекке дейін жібермей толдан құрсап ұстап отыр. Сондықтан мен жалпы беткі осы қоғам қауіпсіздігі ұйымына, мына сыртқы істер ұйымдарына қатты сұраймын. Осы кісіге бір араша түсіңіздерші. Деннің саулығында енді осындай тірі тұрғанында әлікке болайық деп
arızlanıp oturum. Bir ana turguda, Cubay turguda balalarımın akesi. Alt gel balayın dep durmun. Kayda varsa da param meni osta deydi. Üzdüksüz arızdan. Endi kogam kavuştuk. Adam hukuk korgoo orunlarına tügöl barıp arızdanam. Toktatpayıp durgun. Cubayım kaçan esitten kirgensin men toktatpayın dep durmun. İzdenim men. Balalarımın akesin özüm Cubayım. Alpeşte balakam ustap oturgan Cubayım nazirinde bir yıldan az tostuk. Çıramda çeği var. Çıramayız.